Жамбыл облысы Қордай ауданы Қордай ауылы нөмірі 3-ші Абай Құнанбаев атындағы орта мектебінің 7-ші А сынып білім алушысы Бибосын Мерей. Мұхтар Шаханов желтоқсан алаңы. Сәл аялдап, тағзым етпей бұл алаңнан өтпеңдер. Желтоқсанда ызғырықтан тітіркеніп көкпен бел. Бұл жер қалқам, асқақ рух жарылысы өткен жер. Қайта оянған ұлт намысы қызыл қанға бөккен жер. Ерте есейген ару қызды шаштан сүйреп тепкен жер. Жатты мұнда естен танып көзге айналған көктемдер. Алан шетін қоршап тұрған шыршаларға ала көк. Жас бүлдіршін сезімінді жанар етіп қарап өтті. Сол арадан сатқындықта елестейді қара бет. Қара беттің көбі бүгін дара тұлға, дара бет. Жас бүлдіршін мұз құрсанған шыршаларға қарап өтті. Заманның жеңісі мен жеңілісін санап өтті. Ұлттың бағы жанарма екен, хас тұлпары нарсы жоқ. Кемсітпекші желтоқсанның жалан аяқтары деп. Жоқ, кешегі сын сағатта көкірегіңді жанып өт. Тұрған солар аяз сорған қызыл беттің ары боп, дәуірінің тауығына шашылған тары боп, тірліктегі әр ісінің жаңғырғы болады. Бұл табиғи жасырын заң өзгеріссіз қалады. Сол заңға сені бақытты не сор іздеп табады. Дүниені дүрсілкіткен жас толқынның саналы. Даңқын ешкім бүркей алмас. Оны да еске салады. Желтоқсанның бас алаңы, қайсар рух.